мақсатында менің қолымда тұрған қоржындағы асықтарды алып, сол нөмір бойынша орнымызға отырамыз. Қане, бастай қойыңдар, келіп ала қойыңдар. Ал енді балалар, қазір біз білім лотереясы деген ойынды ойнаймыз. Біз өткен сабақтарда қандай тақырыптарды өттік балалар? Қолымызды көтеріп жауап береміз. Я, Аделя? Зат есім, сын есім, етістік деген тақырыптарды өткен болатынбыз. Енді сол өткен тақырыптарды пысықтау мақсатында біз қазір білім лотереясы деген ойын ойнаймыз. Және де әрбір дұрыс жауап берген оқушыға мен мына асықтарды беріп отырамын. Соған қарай сабақтың соңында біз не істейміз? Бағаланамыз. Түсінікті ме? Ал енді кім бірінші шығады? Ол үшін мына шарды таңдап, яғни бұл жерде нөмір белгіленген. Сол нөмірдағы сұрақтарды мен сендерге айтамын. Сол нөмірдағы сұрақтардың жауабын тақтадан дұрыс еместігін не істейміз? Тексереміз. Келе қойыңыз. Қандай нөмір алды? Бірінші нөмір. Бірінші нөмірдің сұрағы, үшінші топтан біз Ерасыл жауап береміз депті. Бірінші нөмірдің сұрағы, зат есім қандай сұрақтарға жауап береді? Зат есім, заттың атын білдіретін сөзді зат есім дейді. Зат есім қандай сұрақтарға жауап береді? Мысалы, кім, не, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Жарайсың. Ал енді жауабының дұрыстығын қайда тексерейік. Ала ғой тақтадан. Кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Жарайсың, отыра ғой. Жарайсың, отыра ғой. Ал енді келесі сұрақтың таңдаймыз қане кім шығады? Мен екінші нөмір алдым. Екінің сұрағын мен қазір айтамын. Зат есім дегеніміз не? Зат есім дегеніміз заттың атауын білдіреді. Зат есімнің сұрақтары кімдер, нелер, кім, не? Зат есім нені білдіреді? Зат есім затты атауын білдіреді. Тақтадан кәмен тексереміз. Екінші нөмірді алып тексерейік кәмен. Заттың атын білдіретін сөздер. Зат есім дегеніміз заттың атын білдіретін сөздер. Жарайсың, отыра ғой. Жарайсың, отыра ғой. Ал енді келесі кім шығады? Бірінші топтан қане? Келе ғой әне. Енді қане сұрақ қоям? Сын есім қандай сұрақтарға жауап береді? Сын есім қандай? Қандай деген қане жауабын тексереміз қане. Төртіншіні ашайық. Қай сұрақтарға жауап береді? Дұрыс жауап берді ба? Дұрыс жауап берді ма Айне? Жарайсың, отыра. Ал енді келесі. Айгерей, келе ғой. Өткен тақырыпты қайталап болса, бүгінгі жаңа тақырыпты бастаймыз. Бүгін дәптерімізді ашамыз, оқулығымызды ашамыз, бүгінгі күн ретін жазамыз, және бүгінгі тақырыпты жазамыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз балалар. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз сан есім. Біз балалар зат есімді өттік. Зат есім нені білдіреді? Затты атауын білдіреді. Сын есім нені білдіреді? Затты мөлшерін, яғни сапасын білдіреді. Ал етістік затты іс қимылын білдіреді. Ал енді біздің өтетін тақырыбымыз балалар сан есім. Тақтада не көріп тұрмыз балалар? Нені көріп тұрмыз? Сандарды көріп тұрмыз. Яғни балалар заттың деген сөзін ұмытпаймыз.
Санын ретін білдіретін сөздер сан есім деп аталады. Сан есім қанша, неше, нешінші деген сұрақтарға жауап береді. Мысал келтірейікші. 30, алтау, бесінші. Мысалы, Айару 3-ші сыныпта оқиды. Сұрақ қояқшы. Айару 5-ші сыныпта оқиды. Бұл жердегі сан есім қандай? 3-ші. Нашын шақыруда не берілген? Ойлап, тап. Қандай сан дейді? Бұл жерден жұмбақ берілген, я? Жұмбақ берілген. Қане, ай, бұқырғышы жұмбақты дауыстан. Оңынан оқыстан олсан. Терісінен оқыстан олсан. Я, оңынан оқсан олсан, терісінен оқсан олсан деген жұмбақ, я? Жауабын қане кім? Жауабы 40. Келісеміз бе балалар? Келісеміз, я? Қане дәптерімізге әдемілеп тұрып жұмбақты жауабымен жазайық. Кетегі 21-ші жақтауға қарайық балалар. Қане ашамыз. Кім оқиды дауыста? Қане келесі тоқта сәбені оқиға. Күн түбеңді теселге шақырайыпты. Асан үйіне шығып, малды ауылдағы арта сіңісіне беттеді. Демалыс кезінде артасына барып, сәлем бермекші, орта жолға жетпей-ақ шөлдей бастайды. Бекер қуырдақ жеген екенмін деп ойлап келеді. Әбден шөл қысқанда ерні кезіріп, тамсанып қояды. Шіркін, бір ұрттан су болса ғой. Кенет ойына жолдан кездесетін бұлақ түсті. Жалғыз аяқ жолмен соған қарай бұрылды. Міне аңсаған бұлаққа да жетті. Қолын жуып бермек, уыстап су іше бастады. Тап-таза мөлін су ерекше тәтті сияқты көрінеді. Шөлдегенде ішкен судың дәмділігіне ештеңе жетпес. Неткен рақат. Алтын сақа деген ойынымыз. Мына жерде бізде нелер берілген? Алтын сақалар берілген, я? Осы сақалардың үстін бастап бізге осы мәтін бойынша Сабина оқыған. Мәтін бойынша сұрақтар берілген. Сол сұрақтарға жауап берейік. Қане кім шығады? Я, келе ғой көрген. Я, кез келген асықтың үстін басамыз. Осы мәтін бойынша сұрақ. Я, қарай ғой. Суы мөлдір таза. Я, бұлақтың суы қандай? Бұлақтың суы мөлдір таза. Келісеміз бе балалар? Жарайсың, отырамыз. Жарайсың. Енді келесі. Келе ғой, ерге қойған. Келе ғой. Ол неліктен шөлдеді. Я, оқушыларға қарай жауап береміз. Ол неліктен шөлдеді. Өйткені ол үйінен қуырдақ жеп шықты. Я, өйткені ол үйінен шығарда қуырдақ жеп шыққан. Келісеміз бе балалар? Я, жарайсың, өте жақсы. Қазір енді сізді сәтін біз бес асық ойын білеміз бе балалар? Бес асық ойын ойнаймыз. Қане, бәріміз дайынбыз ба? Қане, бастайық ойынды.
қайын тұтылманы жаттығу. Қане қараңыз. Бірінші топқа тапсырма. Жұмадан ұшқату бойынша тапсырма. Бірінші топқа, қане топпен тезірек орындайық. Қай топ бірінші аяқтайды, қолымызды көтереміз. Екінші топтың тапсырмасы тезірек мына жерде тұрған бос орынға балдар. Жауабын жазамыз. Бірінші аяқтағы сенеге қанша 5 ұпай беріледі. Үшінші орын бірінші ал есімдеген тақырыптан өттік, ал енді осы тақырыпта сендердің сабақты түсінгендеріңді, түсінбегендеріңді анықтау мақсатында тақтада сұрақтар берілген. Сол сұрақтарға жауап береміз. Қане, кім жауап береді бірінші сұраққа? Келе ғой, Сабина. Я, Сан сұрақты оқи ғой, Қане. Сан есім қандай сұрақтарға жауап береді? Я, Қанша есім? Я, бермей ғой. Бәрімізге бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Бүгінгі бізге үйге тапсырма балдар. Үйге тапсырма. 79-шы беттегі 25-ші жаттығу. Мақалды оқып, жадқа жазамыз, және сан есімді тауып астын сызамыз. Және сан есімді байланысып тұрған зат есімді табамыз. Түсінікті ға үйге тапсырма? Ал енді бүгін сабаққа өте белсене қатыстыңдар, жарайсыңдар. Ал енді бүгінгі сабақты түсінген болсаңдар, тақтаға келіп, мына жерде сендердің аттарың шығартады. Осы жерден егер сабақты түсінген болсаңдар, жасылды басасыңдар, ал егер сұрақтарың болса, сарыны басасыңдар, ал егер мүлдем түсінбесеңдер, қызылды басамыз. Әрқайсымыздың өздеріміздің аты жөндеріміз жазылып тұр. Қане, келе ғой. Ал енді сабаққа белсене қатысқандарыңа рахмет. Сау болыңыз. Сабақ аяқталды.